Сәлем достар, ТГО бойынша нұсқа талдау емес, тақырыпты түсіндіргім келіп тұр. Яғни бүгінгі тақырып ең кіші ортақ еселік және ең үлкен ортақ бөлгіш. Егер А тең 108, Б тең 105 болса, онда екеуінің ең кіші ортақ еселігін олардың ең үлкен ортақ бөлгішіне бөлген кездегі санды тап дейді. Бұл есепті шығару үшін бірінші мына 108 және 105-ті көбейткіштегі жіктеп жазып аламыз. 108 жазайық бірінші. 108 бізде қандай ең кіші санға бөлінеді? Яғни ең кіші бөлінетін саны оның 2, иә? Яғни 108-ді бөлеміз 2-ге дейміз. Мына жаққа 2. 108-ді 2-ге бөлсек, бізде шығады 54, иә? 54 деп жазамыз. 54 те бізде 2-ге бөлінеді, иә? 54-ті 2-ге бөлетін болсақ, шығады 27. 27 шығады екен. Так, 27 бізде 3-ге бөлінеді. 9 шығады. 9 тағы да 3-ге бөлінеді. Бұл жерде бізде 3 шығады, иә? 3 шығады. 3-ті 3-ге бөлеміз. Мұнда 1 қалады. Міне біз көбейткіштерге жіктеп жазып алдық. Енді 105-ті де дәл осылай жазып шығамыз. 105 бізде бұл 105 санының ең кіші бөлгіші 3 саны, иә? 105-ті 3-ге бөлсек, бізде 35 шығады. 35 шығады. 35 ары қарай бізде 5-ге бөлінеді. 7 шығады. 7-ні 7-ге бөлеміз. 1 шығады, иә? Міне, көбейткіштерге жіктеп жазып алдық. Енді ең үлкен ортақ бөлгіш дегеніміз осы 2 мына жақтарды бөліп жазып алдық қой, көбейткіштерге жіктеп. Осы екеуіне де бірдей тұрған сандарды аламыз. Екеуінде де ортақ сан. Мысалға 2 санның мына жақта 2 саны тұрса, онда сол санды алатын еді. Бізде мына жақта 2 тұр, ал мына жақта 2 саны жоқ. Демек, бұны алмаймыз. Одан кейін 2 ол да мына қатарда жоқ. Яғни жұбын табуымыз керек қой. 3 деген сан мұнда да бар, иә? Міне 3 деген. Демек, осы 3 деген санды аламыз. Міне 3 екеуінде де ортақ екен. Екеуінде де басқа бізде мына жерде тағы да 3 бар, бұл жақта. Ал мына жақта 3 оған жұп жоқ, иә? Оған тағы да. Мына 3-ке де жұп жоқ. Яғни екеуіне де бірдей сандарды осылай белгілеп аласыздар. Одан кейін сол белгілеп алған сандар бізде ең үлкен ортақ бөлгіші болады екен. Енді ең кіші ортақ еселігін табу үшін мына жерге былай істейміз, қараңыздар. Мына жақта бізде 5 пен 7 жетіспейді, иә, мына қатарға. 5 пен 7 жетіспейді. Соны жазамыз. 5 көбейтілген 7. Ол бізге береді 35-ті. Ал мына жаққа бізге жетіспейтіні қандай сандар екенін жазуымыз керек. Олар бізде 2 жоқ мына жақта. 2 көбейтілген 2 көбейтілген мына сан бар, мына 2 жоқ, иә? 3 көбейтілген 3. Сонда көбейтеміз 2, 4, мынау 9, 36 болады. 36 болады. Енді осы 36 санын мына 105-ге апарып көбейтсек, 3780 шығады. Ал мына 35 санын мына 108-ге көбейтсек, тоже 3780 шығады екен. Енді біз мына жауапты белгілей салмаймыз. Бұл қате жауап болады. Енді бізге мынаны табу керек қой. Сонда ең кіші ортақ еселік 3780. Ал ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 3 болды, иә? 3-ге бөлеміз. Бұл кезде бізде шығады 1260. Сонда жауабымыз 1260 болады екен. Енді келесі мынадай есеп берілген. Топтағы балаларға бірдей мөлшерде 90 қарындаш және 60 қалам таратылып берілген болса, топтағы балалар саны қанша екен? Бұл жерде де ең үлкен ортақ бөлгішін тап деп тұр, иә?
мәтін түрінде берілгенмен ең үлкен ортақ бөлгішін тап деп тұр. Енді 90-ды жеке жіктейміз, 90 санын және 60 санын жеке жіктеп, көбейткіштегі жіктеп жаза аламыз. 90 қандай сандарға бөлінеді? Ең кіші бөлінетін санынан бастап жазамыз. 90 бізде 2-ге бөлінеді. 90-ды 2-ге бөлсек 45 шығады. 45 бізде 3-ге бөлінеді. 3-ге бөлсек 15-тен болады. Ең кіші бөлгішінен бастап жазасыздар. Мына жерде 5-ге де бөлінеді ғой 45. Бірден 5 деп жазбай, ең кіші бөлгішінен бастап жазамыз. 45 3-ге бөлсек 15. 15-ті ол да бізде 3-ге бөлінеді. 15-ті 3-ге бөлеміз. 5-тен болады. 5-ті 5-ге бөлеміз. 5-ті 5-ге бөлсек 1. Енді мына 60-ты да көбейткіштегі жіктеп жазамыз. 60. Бұл да бізде қандай сандарға бөлінеді? Ең кіші бөлгіші 2, 2. 2-ге бөлсек 30-дан болады. 30 да тағы да 2-ге бөлінеді. 32-ге бөлсек 15. 15 3-ге бөлінеді. 15 3-ге бөлсек 5-тен шығады. 5-ті 5-ге бөлеміз. 1-ден болады, 5-ті 5-ге бөлсек 1. Енді екеуіне де ортақ сандарды қараймыз. Екеуінде де ортақ қандай сандар бар? 2 саны екеуінде де ортақ болып тұр, мұнда. Екеуінде де ортақ сан 2. Тағы қандай ортақ сандар бар? Қараймыз. 3. Екеуінде де 3 саны бар екен тағы да. 3, міне 3. Сосын 5 деген санда бар екен, ортақ екеуіне. 5. Екеуіне де ортақ сандарды көбейтіп жазамыз енді. 2 болды, көбейтілген 3, көбейтілген және де бізде 5 болды. Үшеуін көбейтетін болсақ, бізге 30-ды береді. Сонда жауабы Б болады екен. Қосындысы 117 және ең үлкен ортақ бөлгіші 13 болатын 2 санды тап. Енді мына жерде барлығын бірінші қосындысын тауып көрсеңіз, 2 санды бір-біріне қосып көрсек, онда 117 болады екен. Олай болса, ең үлкен ортақ бөлгіші 13 болатын санды іздейміз. Бірінші 26 13-ге бөлінеді, 91-де 13-ге бөлінеді. Бірінші жауап болуы мүмкін. Бірінші болжам жасап аласыздар осылай. Бірінші болуы мүмкін. Екінші 34 13-ге бөліне ме? Қалдықшық болады, демек мына жауапты алмаймыз. Бұл жауап болмайды дейсіздер. 39 13-ге бөлінгенмен 78 13-ге бөліне ме, соны қарайсыздар. 78 13-ге бөлсек, бөлінеді 6-тан болады екен. Бұл яғни бұны қарастырамыз. Қазір 42 13-ге бөлінеді. 42-ні 13-ге бөліп көресіздер. Қалдықшық болады, яғни бұл жауапты қарастырмаймыз. 54 пен 63 дейді. 54 13-ге бөліне ме? Бұл жерде де бізде қалдықшық болады, демек мына 3 жауапты бірден сыз тастаймыз. Жауап болуы мүмкін емес. Енді бізде қалды бірінші жауап пен мынау үшінші жауап. Осы екеуін қараймыз. Ең үлкен ортақ бөлгіші 13 болатын дейді. Бірінші 26 мен 91-ді көрейік. 26-ны көбейткіштегі жіктеп жазамыз. 26-ны 2-ге бөлеміз. 2-ге бөлсек бізде 13-тен болады, 13-ті 13-ге бөлеміз, басқа бөлгіші жоқ. 13-ті 13-ге бөлсек 1. Енді 91 санын жазып көрейік. 91 санын жай көбейткіштерге жіктейміз. 91 саны қандай жай көбейткіштерге жіктелетінін жазайық. 91 бізде 7-ге бөлінеді екен. 91-ді 7-ге бөлсек 13-тен тиеді. 13-ті 13-ге бөлсек 1-ден болады екен. Яғни мына жерде екеуіне де ортақ сан ол бізде 13 болып тұр, неге? 13. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 13 саны болып тұр екен. Демек бізде осы А жауап болады деген сөз.